Сәлем достар, сіздермен пайдалымын каналы балаларға пайдалы ең маңызды ақпаратты өткізіп алмасы үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Үй жағдайында баламен қандай ойын ойнауға болады? Бұл ойынның түрі 2,5 жастан асқан балаларға арналған. Бұл жерде балалар түстерді бір-бірімен сәйкестендіреді, әртүрлі белгілерді таниды, жаңбыр, күн, найзағай деген секілді. Бұл ойынның балаға қандай пайдасы бар десеңіз, баланың байқампаздық қабілетін дамытады, оның зейінінің, назарының бір орынға шоғырлануына көмектеседі. Және осы арқылы баланың көз арқылы қабылдау қабілеті де дамитынын ескерген жөн. Үй жағдайында ойнауға болатын ең оңай әрі жеңіл ойынның түрі бұл қақпақтар арқылы. Бұл ойынның балаға пайдасы, бала әртүрлі бағыт-бағдарды танып білетін болады. Бізге қажетті құралдар жәшік, түрлі түсті қарындаш, қақпақтар, А4 қағазы және ыстық клей. Балаңызбен пайдалы әрі сапалы уақыт өткізу үшін менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіз үшін ең пайдалы, ең маңызды ақпаратты үнемі салып отыратын